Сәлем достар, Фаритока World арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен көзіңіз описаниеден көрдіңіздер, бай отбасының 4-ші сериясын шығаратын боламын. Бұл ең соңғы серия достар. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Ендеше біз сериалымызды бастаймыз. Онда сен интернетқа өткізіп жібереміз. Сен маған айтып едің ғой интернетқа апарып жатыр деп. Интернеттен құрғатын болсаң, біз сені интернетқа өткізіп жібереміз. Сол себептен бізге қазір шай дайында. Мына байлықтың бәрі біздікі. Сіздер сонда ата-анамды жақсы көрмейсіздер ме? Ойбай, сенің бай өзінше ата-анаң не қыламыз? Біздің бала сол бөлек шығам деп сол анаңмен қашып кетіп еді ғой. Енді біз сені қорлайтын боламыз. Не айтып тұрсыздар? Мен сіздер туысқаным деп тұрмын ғой. Мына әлі ұйықтай батыр ма? Түс болды ғой. Тұр орныңнан. Тұр. Не болып қалды? Сіз бе? Не болды? Барып бізге тамақ дайында. Мен тамақ дайында білмеймін. Ой, жасың дейтін 15-ке келіп, әлі тамақ дайындауды білмейсің бе? Жүрме, саған онда үйретем. Бүгін үйде жинайсың. Қызметшілер бар бізде. Қызметшінің керегі жоқ. Олар өздерін жұмыстан атқарып жүре берсін. Оларды жұмыстан шығарамыз. Сіздер вообще хақыларыңыз жоқ. Бұл байлықтың бәрі менікі болған. Өйткені ата-анам қайтыс болғаннан кейін бұл мұра маған қалмай ма? Сен кәмелетке толған жоқсың. Сол себептен бізге мұра қалады. Әкең бізге тапсырады. Ол қайтыс болып кеткен адамға не айтып отырсыз? Барып дайында. Дайындамаймын. Кетіңіздерші бар. Тұршы былай. Сәлем, мен саған бір жаман жаңалық айтайын деп едім. Не болды? Менің ата-анам қайтыс болып кетті. Қалай сонда? Сенің ата-анаң кеше ғана жап-жақсы еді ғой, неден қайтыс болды? Олар авария болыпты. Мен бұған қатты көңілім түсіп кетті. Мен өзгеріп жатқан сияқтымын. Білмедім. Сонда байлығыңның бәрі ше кімге қалады? Туысқандарым алып қойып. Туысқандарың алса, мұнда сау болды, мен кетуім керек. Қайқа? Байлық жоқ досты не істеймін? Сонда сен мені сатып кеттің бе? Иә, мен саған байлығың үшін жүрдім емес пе? Тынымменен өзің жайлы түс көріп, жұмыр басқа мазасыз ой сан кірді. Тереземді ұрмаңдаршы тамшылар. Ой, ата-ананың қадірін түсініп жатырсың ба? Иә, түсіне бер. Неге келдің? Жеңілде ғана қашып кетпедің бе? Мен өзім білем. Жоқ, барып шық, бұл үй бізге тиесілі. Шықпаймын. Шық бар. Жоқ. Шық. Жондама шық. Неге барлығы маған қадалып қалған? Ата-анам қайтыс болды. Достарым сатып кетті. Сіздер енді маған осылай қарсылық жасап жатырсыздар ма? Не істеймін мен енді? Кетіңізші бар. 2000 years later. Не болды? Анашым, пап, мам, сіздер тірісіздер ма? Я, болсан, қызым, пранк болған, сені бұлай өзгереді деп ойламадық. Арайка, сен де ма? Сені сатып кетеді деп ойлайсың ба? Сонда бұның бәрі маған жасаған пранктарың ба? Мен қазір ашуланарымды не жыларымды білмей тұрмын. Оның бетсің бе өзі? Қызым, не болды? Қызым? Мам, кешіңіздер. Мен сіздерді қатты жақсы көрем. Осылай соңы аяқталды достар. Десеме. Я, достар, осымен біздің шағын десем де болады. Сериалымыз аяқталды. Бұл негізі сериал емес, кино болатын. Бұның сериалы жоқ. Екінші бөлім шығарыңызшы деп жазбай ақ қойыңыздар. Өйткені бұл өзі бір-ақ бөлімнен тұрады.
тақырыптың видео болады. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Еңбегімді бағалап кетесіздер деген ойдамын. Және де бұл үй неге дұрыс сәндемеген, сіз байға ұқсамайды ғой деп жазбай қойыңыздар. Мен бұны сәндеуге уақытым болмады үйде, сол себептен осылай жай сәни салғанмын. Енді сіздер ұнады деген ойдамын. Дәл осылай осы видеоның активін көтеріп жүрсеңіздер, кейде отбасы сияқты мен сіздерге жиі видео салып тұратын боламын. Және де менің жақында демалысқа бір аптадан кейін демалысқа кететін боламын. Сол кезде мен жоғалып кетті деп активімді түсіріп тастамай, менің басқа да видеоларымды көре беріңіздер. Мен отбасыммен демалуға кетіп бара жатырмын. Енді достар, мен сіздерді жақсы көремін. Дәл осылай активімді көтеріп жүресіздер деген ойдамын. Денім болған партия сау болыңыздар.